Ал мінекей үйдің ішіне кірдік, достар. Үйдің ішіне кіретін болсақ, көріп тұрсыздар. Осындай керемет дизайндегі прихожкамыз, мұнда мынау киім ілетін, боянатын жеріміз, және де котельный мен гардеробный, сан торабымыз осы жерде орналасқан. Гостевой санузел мұнда, мінекей. Мына жерде котельныйымыз орналасқан, қолды жуып үйге кіретін жеріміз 0,5 па? Неміз, ал мінекей ас бөлмеміз үйге кіретін болса, осындай кең просторный ас бөлмеміз көріп тұрсыздар. Өзіне жарасымды люстралар, толық техникаларымыз орнатылған. Мінекей барлық жағдайы жасалынған. Здесь, по-моему, посудомойка. Бәрі істелінген, осындай керемет дизайнде. Міне холодильникіміз, толық видео наблюдение көріп тұрсыздар. Айландыра видео наблюдениеміз бар. Кеттік, және де не деген 2 уровня мынандай көріп тұрсыздар. Тамаша люстраларымен холымыз. 8 метрлік керемет холымыз. Барлық бөлмеде кондиционерлер орнатылған. Осындай тамаша дизайндегі компактный мінекей үйіміз, достар. Бұл жерде енді зал орналасқан. Залымызда өте кең, просторный, енді ұзын, осындай просторный зал бөлмеміз. Бұл жерде де үлкен кондиционеріміз, достар, орнатылған. Кеттік. Ары қарай баратын болсақ, бұл жерде 1-ші этажда тағы бір жатын бөлме орналасқан. Үлкен кісілер бар болса, ата-енеге осындай таптырмайтын керемет байлығымыз, өзін жеке санузелімен, гардеробныймен. Бұл жерде де кондиционерлер қарастырылған, мінекей. Осындай керемет 1-ші этаждағы бөлмеміз. Кеттік, достар, 2-ші этажға көтерілейік. 2-ші этажға көтерілетін болсақ, бұл жерде санузелдер орналасқан. Мінекей өзіне жарасымды керемет дизайндегі пердеміз, көріп тұрсыздар, люстра. Бәрі өзі осындай керемет әдемі. Кеттік. Мінекей, какой шикарный вид. Мына жерден көріп тұрсыздар, не деген әдемі көрініс. Мына үлкен бір жатын бөлме, ұлдарға арналған, болмаса осындай әдемі жатын бөлмеміз, өзін керемет мынандай перделерімен. Кеттік, 2-ші жатын бөлмеге барайық. Мұнда 2-ші жатын бөлмеміз. Бұл мастер спальня. Мінекей тоже өзін жеке кондиционер, ТВ зона. Бұл жерде гардеробный. Мінекей